Қайырлы күн баршаңызға, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай бір ғана жұмыртқадан және сүзбеден тұратын жұп-жұмсақ печенье дайындаймыз. Алдымен осындай сүзбемізді ыдысымызға салып, үстінен сары майымызды салып, шанышқының көмегімен жақсылап араластырып алатын боламыз. Сары майымыз бөлме температурасында болуы қажет, алдын ала шығарып қоямыз. Осылай шанышқының көмегімен біріктіріп аламыз. Бір ас қасық шекер және бір жұмыртқамызды салып, тағы да жақсылап араластырып аламыз. Шым-шым осындай міне тұз саламыз. Тағы да жақсылап араластырып, ұнымызды електен өткізіп, үстіне салып, жақсылап үйлейтін боламыз. Ұн әркімде әртүрлі болатын болғандықтан, мен осы жерде 350 грамдай ұн қолдандым, яғни 2 стакан ұн қолданып, міндетті түрде електен өткіземіз және қопсытқышымызда разрыхителді салып, жұп-жұмсақ қамыр жасаймыз. Міне бізде осындай жұп-жұмсақ қамыр дайын болады. Енді бұны салафан пакетке салып, холодильникке 30 минутқа салып қоятын боламыз. Дайын болған қамырымызды кішкене ұн себелеп алып, орташа қалыңдықта жайып шығамыз. Жайып шыққан кезде жайып болғаннан кейін бетіне шекер сепсеңіздер де болады. Мен сепкен жоқпын, тек қана осылай ұнның көмегімен жайып шықтым. Міне осылай жайып болғаннан кейін бетіне қалауыңыз бойынша кез келген орехтің түрі немесе жаңғақ сепсеңіз болады. Менде осындай үйде фисташканың езілген түрі, ұнтақ түрі бар екен. Осыны кішкене сеуіп көрдім. Сіздер шекер сепсеңіздер болады, мейіз, жаңғақ сепсеңіздер де болады. Енді осылай сеуіп болғаннан кейін жақсылап екі шетін осылай орап аламыз. Енді екінші шетін осылай алып келіп, тағы да орап шығамыз. Осылай кескен кезде жүрек тәрізді болады бізде. Осылай барлығын бір келкетіп, мінекей осылай арасын ашып, кішкене форма беріп кесіп шығамыз. Листімізге жайғастырып, 180-200 градуста 20-25 минуттай пісіріп аламыз. Өте жұмсақ және дәмді, иісі деген мұрынды жаратын болып шығады. Жасап көріңіздер, міндетті түрде менің каналыма қош келдіңіздер.